Сәлем досым. Бүгінгі медитацияда жақын адамымызды емдейміз. Сіз уайымдап жүрген, осы кісі жазылып кетсе екен деген жақыныңыз бар ма? Болмаса, осы кісінің мінезі түзелсе екен деген бір уайымдап жүрген адамыңыз бар ма? Мүмкін ол әкеңіз, мүмкін анаңыз, мүмкін жарыңыз, мүмкін балаңыз, мүмкін досыңыз. Бір танысыңыз болар. Кімнің жазылғанын, емделіп кеткенін шын жүректен қалайсыз? Сол кісіге ем жүргіземіз. Сіз емдей аласыз. Әр адам емдей алады. Өйткені ой энергия. Біз қандай картинаны көрсетсек, әлем сол картина бойынша жұмыс жасайды. Сіз мүмкін білерсіз, біз 95% ментальды әлемде өмір сүреміз. 5% ғана материалды әлемді көреміз. Бізге ауа, Wi-Fi көрінбейтін секілді, бірақ олар жұмыс жасап тұрғандай, бізге 95% ментальды әлем жұмыс жасап тұр. Біз нені ойлаймыз, қандай картина береміз, нені сезінеміз, тартылыс заңы бойынша соны өзімізге, өмірімізге тартамыз және сол жұмыс жасайды. Олай болса, терең тыныс алып демаламыз 3 рет. Ешкімнің кедергі келтірмегенін қадағалаңыз. Қалаған уақытыңызда жасаңыз, әсіресе таңғы уақытта, тыныш кезде, болмаса кешкі жатар уақытта жасасаңыз да болады. Альфа-тета состояниесінде. Терең тыныс аламыз 3 рет. Өкпеге тыныс аламыз. Бүткіл бойдағы негативтің барлығын, уайым, переживание бәрін үрлеген кезде шығарып тастаймыз. Денеңіздің барлығын бос ұстаңыз. Ешқандай да қысым болмау керек. Бос, балбыраңқы сәтте жасаған абзал. Бастың терісі, шаштың арасын бәрін босатыңыз. Құлақ, жақ, тіл бәрін босатыңыз. Иығыңызды. Қаласаңыз отырыңыз, болмаса жатыңыз. Барлығын бостаймыз. Ішімізді, аяғымызды, санымызды, қолымызды да қиылыстырмаймыз. Алақанымызды аспанға қаратып, еркін ұстаймыз. Кеудеңізді қысып тұрған киімдер болса, шешіп тастағаныңыз абзал. Олай болса, сіз қазір өзіңіздің тұрған жеріңізді, жүрген жеріңізді елестетіңіз. Сіз қайдасыз? Мүмкін судың жағасында, теңіздің жағасында. Мүмкін сіз балконда, мүмкін орманда жалғызсыз, мүмкін тау етегінде. Әдемі бір табиғат аясын елестетіңіз. Болмаса бір үйде, өзіңіздің бөлмеңізде. Мүмкін күннің шығып келе жатқанын тамашалап отырған шығарсыз. Мүмкін күннің батысын тамашалап отырған шығарсыз. Қай жердесіз? Самал жел есіп тұр. Жап-жылы. Сіздің жаныңызға сіз емдегіңіз келетін жан келді. Болмаса өзіңізді емдегіңіз келсе, өзіңізді елестетіңіз жаныңыздан. Сіз жаныңыз ашитын, емделіп кетсе екен, түзеліп кетсе екен деген шын жүрегіңізден қалайтын бір жан келді. Күлімдеп тұр, сізден көмек сұрап тұр. Сіз қазір көмектесуге дайынсыз. Жоғарыдан Алла Тағала үлкен нұрды жіберді. Мінекей жап-жарық нұр. Нұр
тура сол кісінің қақ төбесінен басынан төмен қарай құйылып жатыр. Құйылып жатыр. Құйылып жатыр. Бұл нұр ол кісінің қай жері ауыратын сіз білесіз бе? Сол жерден бастап барлығын емдеп жатыр. Мүмкін жүрегі, мүмкін құлағы, мүмкін көзі, мүмкін терісі, мүмкін тромбасы бар шығар. Мүмкін бауыры, бүйрегі, мүмкін ішек жолдары, мүмкін жыныс жолдары ауыратын шығар, мүмкін тізесі, мүмкін аяғы. Барлығын осы нұр емдеп жатыр. Өйткені бұл нұр қасиетті нұр, өте жоғарғы мегагерцтағы энергиялы нұр. Бұл нұрдан адамның ішіндегі деструктивті, негативті эмоциялар, клеткалар, установкалар жойылып кетеді. Бұл нұрдан қорқады олар. Бұл нұр өте жоғарғы, мощный, керемет нұр. Ол адамның ішіндегі бүткіл деструктивті клеткаларды жояды. Негативті клеткаларды жояды. Негативті кодовый сөздерді жояды. Адамның жаман мінезі болса, оны да жояды. Жаман қылығы, жаман іс-әрекеттері барлығын жоятын өте керемет, сондай нұрлы, әдемі нұр. Мінекей Алла тағаланың нұры өте тамаша. Бұл адам нұрланып кетті, рахаттанып тұр, риза болып тұр, жазылғанына қуанып, мүмкін жылап жіберген де шығар. Қатты қуанышты. Себебі бұл нұр ол кісіні жазып жатыр. Ата тектен келе жатқан, ДНК-дан келе жатқан, бүткіл ол кісіні шаршатқан системаның барлығын нұрға айналдырып жіберді. Ол кісі қуанып тұр, әлсіреп, шаршап, риза болып қалды. Бұл нұр тұла бойын, клетка, ДНК, қан тамырлары барлығын нұрға айналдырып жіберді. Бүткіл ағзаның барлығын. Және адамның бойынан бұл нұр шығып тұр. Адамның бойынан бөлініп тұр бұл нұр. Көрініп тұр, бұл адам жарқ ете қалды. Жарыққа айналып кетті. Алланың ең сүйікті пендесіне айналып кетті. Қуанып тұр, риза болып тұр. Мүмкін тізерлеп, жылап жіберді. Тізерлеп отырып, еңкілдеп жылап жіберді. Аллам рахмет деп. Саған риза болып жатыр. Аллаға риза болып жатыр. Осы сәтке риза болып жатыр. Мен сізді құттықтаймын. Бұл практиканы қаласаңыз, бірнеше рет жасасаңыз болады. Терең тыныс алып, босаттым деп жіберіңіз. Бұл адамды қалай бар солай қабылдадым деп айтыңыз. Ақырында көзіңізді ашыңыз.